2024 жылға 1 қаңтардан бастап республикада ең төменгі жалақының мөлшері 85 мың теңгені құрады. Демек әлеуметтік төлемдерге де үстем қосылады. Мәселен, жәрдемақыны айтпағанда зейнетақының өзі 9%-ға артты. Дей тұрғанмен, нарық бағасы да аспандап тұрған шақта ем алу, дәрі алу деген сияқты өз қажеттіліктеріне жарата алмай отырған зейнеткерлермен әріптесім Ардақ Сапиғолла тілдесіп көрді. Биыл 1 қаңтардан басып зейнетақы мен жәрдемақы мөлшері өсті. Мәселен, зейнетақы 9%-ға артты. Осы бір жағымды жаңалықты естігенде қарапайым қараша қандай көңіл күйде болды? Қала тұрғындарынан сұрап көрейік. Пенсионерлерге көбірек денсаулығына ақша керек, демалуына ақша керек. Сондықтан көбірек қосу керек. 10%, 5% қосады, ол не болады? Көтерілді, алдық, жаратып қойдық, енді февральдың несінде күтіп отырмыз. Барлық асылмай сол жағы неме тамақ неге кетеді ғой? Коммунальный услуга кетеді. Сонан жағы қалай бұрынғы болған пенсиядан пенсияға болса сол такия осталось. Осы орайда зейнетақын есептеу үшін пайдаланылатын ең жоғары табыс мөлшері 55 айлық есептік көрсеткішті 203 мың 60 теңгені құрайды. Ал зейнетақының ең төмені 57 мың 853 теңге. Осылай деген жауапты маман. Бұның өз өткен жылмен салыстырғанда едәуір өскендігін айтады. 23 жылы 189 мың 750 теңге болатын, яғни 24 жылы 203 мың теңге 60 теңгені құрап отыр. Ағымдағы жылы ең төменгі зейнетақы мөлшері 57 мың 853 теңгені құрайды. Айта кету керек, бұл жерде 98 жылға дейін толық жұмыс өтілі бар адамдар үшін ең төменгі зейнетақының мөлшері, ал мысалы ер азаматтар үшін 25 жыл, әйел азаматтар үшін 20 жыл толық жұмыс өтілі деп саналады. Оған азайған сайын зейнетақы мөлшері де азаяды. Айта кетейік, мүгедек бала тәрбиелейтін отбасыларға қолдау білдіру үшін мемлекеттік жәрдемақы төленеді. Ол дегеніміз 2024 жылы 69 мың 886 теңге. Сондай-ақ көп балалы отбасыларға арналған жәрдемақы мөлшері де өсті. Ардақ Сапиғолла, Руслан Сандыбай, Айқын ақпарат.